Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 5-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біз бүгінгі ауызашарға ұйғырдың ұлттық тағамы ганфан тағамын, пияз нанды және өте оңай жасалатын тауық еті қосылған салатты пісірдік. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен ганфанның салмасын жасауға кірісейік. Қазанды отқа қойып, бір ожау өсімдік майын құйып, қыздырамыз. Қызып тұрған майға ет салып, жақсылап қуырамыз. Пияз салып, пиязды аздап қана қуырамыз. Сәбіз бен пекинская капустаны бірге салып қуырамыз. Аздап қана қуырылған соң, болгар бұрышы, сельдерей және қызанақ саламыз. Ет пен пияздан басқа барлық көкөністерді аздап қана қуырамыз. Көкөністер езіліп кетпеуі керек. Тұз бен дәмдеуіш және томат пастасын саламыз. Көкөністердің бетінен келетіндей етіп су құямыз. Қазанның бетін жауып 15 минут қайнатамыз. Қызып тұрған табаға сармай салып қыздырып аламыз. Алдын ала жібітіліп, кептірілген күрішті салып қуырамыз. Күрішті 5 минуттай қуырып болған соң, көметіндей етіп қайнаған су құямыз. Тұз салып қайнап шыққанын күтеміз. Күріштің суы қайнаған соң, астын төмендетіп бұқтырып қоямыз. Ал енді пияз нан жасаймыз. Бос ыдысқа жылы сүт, жылы су, майонез, қант, ерітілген сармай және ашытқы салып араластырамыз. Ашытқы салған соң, дайын болған сұйықтықты 2-3 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Ашытқы бізде осылай көпіршіктенуі керек. Тұз бен ұн салып, қамыр илейміз. Қамыр осылай жұмсақ болып иленуі керек. Қамырды илеп болған соң, бетін жауып, 15-20 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Міне, біздің қамырымыз да ашыды. Қамырды 4 бөлікке бөлеміз. Әрбір бөлікті дөңгелек пішінге келтіріп аламыз. Содан соң қамырларды жайып шығамыз. Соңғы қамырды жайып болған соң, бетіне ертілген сармай жағамыз. Пияз бен ет қосылған салманы салып, келесі қамырды бетіне жайып шығамыз. Оның да бетіне май жағып, салмасын саламыз. Қамырды орап шығамыз. Пергамент қағазының үстіне видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Дайын болған қамырдың бетін жауып,
10 минут, тағы кішкене қамыр көтерілгенше жылы жерге қойып қоямыз. Бізде бірінші пиязынан дайын болды. Енді оны 2 см қалыңдықта жаямыз. Бетін вилкамен тесіп шығамыз. Бір жұмыртқаны араластырып, бетіне жағып шығамыз. Содан соң вилкамен осылай бетін безендіруге болады. Нанның бетін күн жетпен безендірсеңіз, өте әдемі болып шығады. Тауық еті, пекинская капуста, қайнатылған жұмыртқа, жүгері, қызанақ және қияр қосылған салатты дайындадым. Үстіне майонез немесе қаймақ қосуға болады. Бұл салатты сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне, біздің қатпарлы пияз нанымыз да дайын болды. Біздің бүгінгі ауызашардың 5-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашардың ас мәзірі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.